Крем қосылған тоқаш жасаймыз. Оны аламыз, оған ашытқы мен қант салып араластырамыз. Жылы сүт құямыз, жұмыртқа, тұз, сары май салып, жақсылап араластырып қамыр илейміз. Дайын қамырды жылы жерде 1 сағат ұстаймыз. Крем дайындау үшін сүт аламыз, жұмыртқа саламыз, жақсылап араластырамыз. Тұз саламыз, қант, жүгері крахмалын салып қайнатамыз. Крем дайын болды. Қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз, жаямыз. Ішіне крем саламыз. Қамырды жинаймыз. Пергаментке саламыз. Тағы да 30 минут күтеміз. Кейін жұмыртқа сарысын жағып, 35 минут пісіреміз. Тоқашымыз дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Дания.